Құрметтім, менің тегін сабағыма қош келдіңіз. Осы сабақтың барысында, тегін сабақтың барысында мен өзімнің өмірімді қалай өзгерткенім жайлы толық айтатын болам. Кезінде, сіздер білесіздер, осыдан 5-6 жыл бұрын, мысалға 6-7 жыл бұрын, мен 500 мың теңге айлыққа жұмыс таба алмай жүрген журналист болатынмын. Одан кейін мен айналдырған аз уақыттың ішінде кәдімгідей өмірімде үлкен квантовый скачоктар жасадым. Мен қаржылай еркіндікке жеттім. Әлемнің қалаған мемлекетінде саяхаттадым. Джо Диспензамен таныстым. Қызымды Америка оқуға түсірдім. Сонымен қатар кәдімгідей әлемнің бүкіл түкпір-түкпірін араладым. Инстаграмда подписчиктерім 1 миллионнан асты. Өмірім до неузнаваемости өзгерді. Просто сезініңізші, ана өмірмен ақшалай жоқшылық, қарыз, қиналыс, жанталастан тұратын өмірден мен осылай өзімнің изобильный өміріме секіре алдым. Осы жерде сіздерге осы орталықтағы құпиямен толық бөліспекшімін. Көп адамның өмірдегі қателігі, адамдар ойлайды, мен көбірек жұмыс істесем, көбірек жанталассам, көбірек өзімді қинасам, мен өмірімді өзгерте аламын деп ойлайды. Мен де алғашқыда сол жолмен жүріп көрдім. Қаншама бизнес аштым, қиналдым, өзімді жегідей жедім, бірақ менің өмірім мен күткендей өзгере қойған жоқ. Дәл сол уақытта менің өміріме квантовый скачок деген ұғым келді. Мен алғаш рет осы сөзді естіген кезде кәдімгідей дір ете қалдым. Не екен ол квантовый скачок деген? Осы нәрсені түсінгім келді, ұғым келді. Сол үшін қаншама ілімді, қаншама кітаптарды оқи бастадым. Егер мына өмірді өзгертудің нақты аз ғана уақыттың ішінде өзгертудің жолдары болатын болса, сол құпияны білейін дедім да, мен кәдімгідей осыған уақытымды арнай бастадым. Квантовый скачок деген не? Квантовый скачок деген сенің өміріңді, мынау біз сыртқы өмірде өзгерткіміз келеді, жанталасамыз, мысалға бізге көлік алғымыз келді, көлік алу үшін қаншама жұмыс істеуіміз керек, либо жаңағы кредит алуымыз керек, либо жаңа қарызға кіруіміз керек деп ойлаймыз. Ал квантовый скачок деген сен көзіңді жұмасыңда, өзіңнің ішкі әлеміңде қалаған өміріңді квант кеңістігінде жасайсың. Оның нақты алгоритмі, ережесі бар. Мен қазір сіздерге прям соны по полочкам хочу түсіндіруге, от души, көрдіңіздер ма? Эмоционально сөйлеп отырғанымды. Енді сен жасайсың, сол жерде сыртқы өмірді қойып қоясың, болды, все, ол не важно. Сол ішкі әлемді жасайсың, содан кейін сенің өміріңде қызықтың көкесі басталады. Джо Диспенза өзінің еңбектерінде айтқан, сначала крошки, яғни сенің өміріңе бірінші күтпеген ұсақ-түйек қуаныштар келе бастайды. Мысалға, сен бір адамды көргің келдің, келесі күні ол адаммен дастархан басында отырып қаласың. Либо саған бір сумма керек болып қалды, күтпеген жерден ол сумма сенің Каспий Голдыңа түседі деген сияқты сенің өміріңде ұсақ-түйек өзгерістері бола бастайды. Осы моментте прям от души шүкіршілік айтыңыздар. И от души жаңағы осы моментте благодарность айтсаңыздар, сіздерге Вселенная үлкен тосын сыйларын жібере бастайды. Одан да үлкен өзгерістер болады өмірлеріңізде. Енді көп деген адамның қазір сіздердің араларыңызда әртүрлі умның, әртүрлі скептический мозгтың адамдар отыр. Осы кісілер айтуы мүмкін емес бұлай өмір өзгеруі, мұның барлығы әшейін далбаса әңгіме, менің өмірім өзгермейді деп біз өзіміздің умымызға сене бастаймыз. Мен сіздерге айтқым келеді. Мен айтып отырған дүние ол ғылыми дәлелденген теория. Яғни қазір мен айтып отырған дүниені просто, даже сіздің мозыңыз, менің өмірім точно өзгермейді ау, маған қайдан болсын бұндай, менің өмірім осылай өтеді ау деп неше түрлі сіздің басыңызда айтса да, осы айтылған дүниені просто тегін айтылып отырған дүниені жасап шығыңыз да, 3 күннің ішінде сіз өзіңіздің өміріңізге чуданың келгенін көре бастайсыз. Өйткені біз өмірде ешқандай чудаға сенбейміз. Біз ойлаймыз, қайдан менің өміріме ондай өзгеріс келмейді дейді. Просто жасап көріңіздер, сіздерден өтініш. Енді қазір мен сіздерге осы жерде осы айналдырған аз ғана уақыттың ішінде нақты өмірімді өзгерткен практикалармен бөлісетін болам. Яғни квантовый скачок жасаудың оның нақты алгоритмі, ережесі бар. Квантовый скачок деген не? Квантовый скачок деген, мысалға мен сіздерге айтайын. Например, сіздің бір танысыңыз бар да, күтпеген жерден аз уақыттың ішінде танысыңыз бұрқ етіп жағдай жақсарып кетті. Қазір ондай оқиғалар өте көп мысалға. Яғни ол адам өзінің өмірінде өзі біліп, бәлкім білмей
квантовый скачок жасады деген сөз. Либо болмаса, сіздің бір адамыңыз мысалға жаман ауруымен ауырып жатады. Күтпеген жерден ол адамды мысалға өмірден өтеді деп дәрігерлер тұжырым жасағанмен, ол адам внезапно жазылып ауруынан құлан таза айғат. Яғни адамның ақылына сыймайтын өмірінде тосын жағдайлардың жылдам келуін квантовый скачок дейді. Бірінші, бұны сіздерге ұғындырайын. Енді оны жасауды егер мен сіздерге ғылыми тілде жетілдіріп түсіндіретін болсам, яғни сіз мынау көзіңізді жұмғанда квант кеңістігінде өзіңіздің ескі өміріңізден жаңа өміріңізге секіруіңіз. Бір измерениеден екінші измерениеге секіруіңізді квантовый скачок дейді. Сондықтан егер осы ережені нақты білгілеріңіз келетін болса, онда мұқият тыңдаңыздар. Біріншіден, біз Джо Диспенза айтпақшы, 35 жасқа шейін бізде полностью қалыптасамыз. Яғни біздің миымызға келетін ойлардың өзі дағдыға айналып жазылып қалған. Күнделікті біз сол ойларды, өмір жаман, мен қарыз, енді қайтем, мынау ақшаны қайдан табам деген сияқты ойларды күнделікті айналдыра береміз. Сонымен қатар бізге адамда хотя 60 түрлі эмоция болады, бізге өзіміздің бойымызға эмоцияларымызда жазылып қалған. Біз күнде тревожность, стресс, қорқыныш, уайым, болашақтан қорқу, енді не істеймін, құдайым-ау деген сияқты осы сезімдерді айналдырып, осы набор сезімдерді сезіне береміз. И соған сәйкес әрекеттер жасаймыз. Соған сәйкес мысалға қорқудан, уайымдап, жанталасу, өз-өзіңді қарамастан әйтеуір есіңнен танып жұмыс істеу, зорығу, яғни біздің ішкі әлемімізде, оны матрица деп атасаңыздар да болады, қандай программа бар, сол программалар күндіз-түні, как будто пластинка үздіксіз плейда тұрған сияқты, біз күндіз-түні сол дүниелерді сезініп, үйреніп кеткенбіз, дағдыға айналып кеткен. Даже просто сіздердің таңертең мысалға тісіңізді қалай жуатыныңыздың өзі дағдыға айналған. Күнделікті сіз душқа қалай түсетіндігіңіздің өзі. Біз өмірімізге жаңа нәрселерді редко жасаймыз. Енді мен осы түсінікті алғаш ұққан кезде, бұл ашарашыны кәдімгідей маған айтты да, мысалға ұстазым, сенің ішкі әлеміңде қандай ойлар, қандай эмоциялар, қандай әрекеттер бар, сен соған сәйкес өмірді айна қатесі тарта бересің. Яғни адамдардың барлығы белгілі бір мөлшерде тартылыс күшіне ие. Біз магнитпіз. Біз не сезінеміз, не ойлаймыз, осыны біз айналдырып өмірімізге шақыра береміз. Квантовый скачок жасау үшін, осы жерде жаным сол мұқият тыңдасаң, онда сенің ішіңдегі сезімдерді, ойларды, әрекеттерді алмастыруға тура келеді. Өйткені сол сенің тағдырыңды жасап отыр. Бір сәтке тоқтауға, сыртқы өмірден ештеңе іздемейміз, ішкі әлемге өтеміз. Қазір ол әрине квантовый скачок жасаудың бірнеше нақты, четкий кәдімгідей ережелері бар. Мен сіздерге основной ережесін осы тегін сабақта үйретіп отырмын. Енді қалай жасайсыз? Қазір өзіңіздің просто дәл қазір дыханияңызға назар аударыңыз. Міне. Өзіңіздің мынау деміңіздің кеудеңізге кіргеніне және сыртқа қарай шыққанына назар аударыңыз. Міне. Деміңіз кірді. Енді назарыңызды алақаныңызға бұрыңыз, немесе аяғыңыздың астына бұрыңыз. Осы моментте сіз автоматты түрде өзіңіздің автоматизированный матрицаңыздан арылып, бір сәтке мозг тынышталды, ешқандай эмоция жоқ. Сіз сол сәтте өзіңізді тыныштандырасыз. Просто осы техниканы күнделікті үнемі жасаңыз. Тоқтатыңыз, дыханияға назар аударасыз, табаныңыздың астын сезесіз, фокусыңыз табаныңыздың астына өтті, либо болмаса фокусыңыз алақаныңызға келді. Назарыңыз сіздің алақаныңызда. Біздің фокусымыз, вниманиеміз никогда екі жерде тұрмайды. Либо ол ойдың ішінде, біз өзіміздің ойымыздың ішінде мекендеген жақсы көреміз, ол жақта әртүрлі дүниелерді ойлаған жақсы көреміз, либо біз өзіміз фокусымызды қайтардық та табанымыздың астына, либо алақанымызға жібердік. Су бар ма? Амын, су ішірсем, кешірім өтінемін. Ары қарай тыңдайсыздар қазір. Енді сіз өзіңіздің фокусыңызды кетіп жатқан қайтарғаннан кейін квантовый скачоктың бір құдіреті, көптеген адамдар осындай ошибка жасайды. Яғни адамдар мысалға көз алдында мен миллионермін, либо болмаса өзінің ғажап үйіне кіргенін, либо болмаса өзінің кәдімгідей бір күшті көлік алғанын
армандайды да көз алдына елестетеді. Мен осы алгоритмді түсіндірген кезде Қазақстанда 10 мыңнан астам адам квантовый скачок жасады. Адамдар небәрі 4-ақ аптаның ішінде қалаған квартирасын алды, 4-ақ аптаның ішінде 120-200 миллион, 30 миллион кредитін жапты, небәрі 4-ақ аптаның ішінде ауруларынан айықты. Яғни квантовый скачок деген жаным сол, ол Алла тағаланың шексіз құдіреті. Біз бір сәтке өзіміздің запрограммированный болмысымыздан ажыраймыз да, яғни божественный разумға, кәдімгідей шексіздікке қосыламыз. Біз күнделікті ойымыздан, суетамыздан ажырап, шексіздікке қосылған кезде сіздің өміріңізге божество, яғни вселенной жаратқан өзі өзгерістерді алып келеді. Сол үшін бірінші правило номер 1 ол әрине дыхание арқылы өзіңді тоқтату болса, көп адамның жаңағы ошибкасы, олар өзінің ғажайып өмірін елестеткенмен, бірақ оны сезіне алмайды. Мен сіздерге қазір сезінуді үйрететін боламын. Мысалға сізге, например, машинаңызда келе жатсыз, сіз өзіңіз бір Мерседес машинасын армандадыңыз да, қазір отырыңыз рульда десе, сізде ешқандай сезім жоқ болуы мүмкін, бірақ көз алдыңызға елестетуіңіз мүмкін. Джо Диспензаның керемет сөзі бар. Біздің ойларымыз дейді, олар жоғарғы вселенныйға, кеңістікке бізге не керек екен жіберсе, ежесекундна біз ақпарат жіберіп жатырық жоғарыға, бізге не керек екен, ал сезімдеріміз магниттік күшке ие. Яғни осы вселенныйдан, осы вибрациядан сіз өзіңізге керек дүниені қазір тартып аласыз. Енді сіздерге бір құпияны айтайын. Осы құпияны мен естіген кезде тоже шок болдым. Ол маған Джо Диспензаның осы сөзі қатты әсер етті. Яғни сіз қалаған өмір, біз ойлаймыз ғой, болашақта тұр. Менің армандаған өмірім скоро келеді. Бір күні болады, біз өз-өзімізді алдап жүргенімізге қаншама уақыт өтті. Сонда Джо Диспенза айтты, сенің қалаған өмірің болашақта емес, қазір тұр деді. Яғни кванттық әлемде өткен шақ, болашақ, болмаса келер шақ деген сияқты шақтар жоқ. Тек қана здесь и сейчас бар. Яғни сен өзіңнің көзіңді жұмып кванттық кеңістікке өткен кезде өзіңнің қалаған өміріңді қазір тұрған измерениеден тартып аласың да сол өмірге секіресің деді. Қазір осы сөзді мұқият тыңдасаңыздар. Джо Диспензаға қатты рактың 4 стадиясында ауыратын әйел келген кезде, Джо, мен рактың 4 стадиясындамын, мен қалай жазыламын деген кезде Джо айтқан, сен қазірден бастап ауру емессің. Яғни сіздің қалаған өміріңіз ақшалай, бақытты, бәлкім әлемді саяхаттағыңыз келеді, неважно қандай арманыңыз болса да, дәл қазіргі измерениеде тұр. Біздің міндетіміз сол измерениеге өтіп, ішкі әлемде секіре алу ғана, түсінесіздер ме? Секіре алу ғана. Бірақ бұл оңай емес, себебі біз күнделікті өзіміздің ойларымыздың, эмоциямыздың ішіне байланып, сол батпақта жүрміз, содан шыға алмай жүрміз. Қазір сіздің міндетіңіз ең бірінші эмоциядан шығып, өзіңіздің матрицаңыздан шығу үшін просто дыхание, дышым, и өзіңіздің вниманиеңізді алақаныңызға, либо вниманиеңізді жүрегіңізге жіберіңіз. Міне. Бірінші алгоритм ол тыныштандыру өзіңді. Здесь и сейчасқа алып келу. Екінші алгоритмі қазір өзіңіздің дыханиеңіздің жүрегіңізге кіргеніне шыққанына назарыңызды аударыңыз. Бәлкім сіздің басыңызға түрлі ойлар келуі мүмкін. Ойлар бізді алып кетіп үйреніп қалған. Ол келсе келе берсін, ешқандай ойлармен алыспаймыз, олар тоқтатпаймыз, просто қайтадан вниманиемізді жүрекке аударамыз. Жүрегімізге кіргеніне назарымызды, шыққанына назар аударамыз. Абайдың керемет сөзі бар. Жүректің көзі ашылса, хақтықтың түсер сәулесі. Яғни жүректі тыныштыққа алып келу. Фокусты жүрекке алып келу. Өйткені біз баста мекендейміз. Күнде уайымда, қайғыда, өзімізді қорқытуда мекендейміз. Бізді қайғыртатында, уайымдататында ол біздің миымыз болып табылады. Сіз бір сәтке денеге түстіңіз. Обязательно квантовый скачок жасау үшін адам телоға түсуге тура келеді. Өйткені біз сезінуіміз керек.
Ол сезінбесе болмайды. Жүрекке түстіңіз, жүрегіңізге дыхание назар аударыңыз. Осы екінші дүниені жасағаннан кейін, үшінші енді сіз жүрегіңізді махаббатқа толтыруыңызға тура келеді. Өйткені біздің жүрегіміз әдетте өкперенішке, қорқынышқа, уайымға, стресске толы болады. Сіз қазір жүрегіңіз сезінгеннен кейін, үшінші дүние обязательно өзіңіз жақсы көретін бәлкім балаңызды, бәлкім мысығыңызды, итіңізді, анаңызды ойлаңыз. И соны ойлаған кезде байқасаңыздар, сіздің жүрегіңізде обычно бір рахаттанған, бір спокойный сезім болады. Біз өзіміздің жүрегімізді махаббатқа толтырған кезде бүкіл организміміз, яғни бүкіл ағзамыз біздің ойбай сос, бей или беги деген состояниеден шығады да, спокойно, расслабленный, махаббатты сезінеді. Осы үш қадамды жасағаннан кейін енді көзімізді жұмамызды. Просто мына көзімізді жұмған кездегі қазір менімен бірге жасасаңыздар болады, қараңғылыққа қараймыз. И көптеген адамдар осы қараңғылыққа қараған кезде қатты қорқады, бірақ маған ұстазымның сөзі қатты әсер етті. Біз қараңғылықтан жаратылдық, қараңғылыққа кетеміз деген. Сондықтан қараңғылыққа бойыңызды үйретесіз. Фокусыңызды осы қараңғылыққа ғана ұстап тұрасыз. Бәлкім сіздің басыңызға ойлар келе бастайды, әртүрлі сізді алып кеткісі келеді. Қайтадан вниманиеңізді дыханиеңізге аударасыз. И денеңіздің бүкіл бөлшегін расслабить етуіңіз керек. Мен сіздерге егер толық осы дүниені квантовый скачок жасаудың құпиясын білгілеріңіз келетін болса, мен сіздерге қазір бір күшті ұсынысым бар. Сәлден кейін айтам, бірақ мұқият тыңдаңыз. Егер сіз мәссаған, егер бұл ақиқат болатын болса, мен отырып осы нәрсені үйренем да, Мақпал Қаратайдан өмірімді небәрі бір аптаның, 2 аптаның, 4 аптаның ішінде өзгертем десеңіздер, онда мұқият тыңдаңыздар. Қазір мен айтқан дүниені жасаңыз. Қараңғылыққа қарайсыз и дыханиеңізді кәдімгідей кеудеңізге кіргеніне, дыханиеңіздің, деміңіздің шыққанына назарыңызды аударасыз. Денеңіздің бүкіл бөлшегін расслабить етуіңіз керек. Қатты біз үшін важна расслабленность. Аяғыңызды расслабить етесіз, арқаңызды, жаңағы қолдарыңызды. Енді осы ішкі қараңғы кеңістікті ұлғайтсаңыз болады. Кәдімгідей міне ұлғайды қараңғы кеңістік. И қатты ұлғайтыңыз. Басыңыздың жанынан тағы да бір басыңыз ұлғайып атқандай. Сіздің денеңіз как будто бір резинка сияқты созылып атыр кәдімгідей сіздің денеңіз. Өзіңізді созып ұстаңыз. Ішкі тонкий теланы, яғни өзіңіз қолмен ұстай алмайтын денеңіз созып ұстаңыз. Бүкілін созыңыз, аяқ жағыңызда созыңыз, денеңіз полностью созған кезде, кәдімгідей енді біздің уақыттың аздығына байланысты мен сіздерге қысқартылған нұсқасында түсіндіріп тұрмын. Кәдімгідей созылған кезде дене толық отпускать етеді. Сіз бір сәтке өзіңіздің қым-қуырт өміріңізден шығасыз, бір сәтке кәдімгідей расслабленный состояниеге келесіз. Осы кезде үшінші дүние, сіз өзіңіздің төртінші дүние, жаңағы армандаған өміріңізді ойлауға тиістісіз. Кәдімгідей, мысалға, қазір бірге ойланайықшы, сіз өзіңіз мысалға бір үй алғыңыз келіп жүр. Бәлкім, сол үйдің ішіне кірдіңіз, кәдімгідей мечтать же. Бесплатно жандарым сол. Осы нәрсені сезінген кезде сіз өзіңізді күнделікті қым-қуырт жаңағы матрицаңыздан шығып тұрсыз деген сөз. Яғни үйіңізге кірдіңіз, бөлмелеріңізге қарадыңыз, пердеңізді аштыңыз, дастарханда үстелдің үстінде не тұр, балаларыңыз не жасап жатыр, осының бәрін армандап, и міндетті түрде ойлаған кезде сіздің міндетіңіз сезінуге тура келеді. Бүкіл телаңызбен, бүкіл денеңізбен мурашки болып кәдімгідей реальностьте сол жерде отырғандай сезінуіңізге тура келеді. Адамдардың көпшілігі жаңағы аффирмация айтқан кезде, медитация жасаған кезде, либо визуализация жасаған кезде ең важный, ең маңызды дүние сезінуді ұмытып кетеді. Если вы не чувствуете, ол сіздің өміріңізге келмейді. Кәдімгідей сезінуіңізге тура келеді. Бүкіл мурашки. Бастапқыда сізге қиын да болуы мүмкін, жаным сол. Но отырып бірнеше мәрте жасағаннан кейін 5-6 рет сіздің бойыңыз үйренеді кәдімгідей. Спокойно, запросто. Егер сіз көлікте келе жатсаңыз, көлікте келе жатқаныңыз сезініңіз. Ауруыңыздан, ауырып жүрген болсаңыз, ауруыңыздан айыққаныңызды сезініңіз. Мысалға төсек тартып жатқан болсаңыз, жүгіріп жүргеніңізді сезініңіз. Сөйтіп сезіне бастасаңыздар, сол кезде сіздің денеңізге кәдімгідей ол оқиға реально өтіп жатқандай сезім келе бастайды. Содан кейін көзіңіз жаңағы қайтадан өзіңіздің тәніңізге ораласыз да, көзіңізді ашасыз да болды.
қалай болды деп ойлауыңыз мүмкін. Болды. Осы нәрсені сіз жасағаннан кейін вы должны забыть, әрі қарай сіз өзіңіздің өміріңізді қуанышпен сүре бастайсыз. И және сіздің состояниеңіз осы практиканы жасағанға дейін мен практиканы үздіксіз жасағаннан кейін сіздің состояниеңіз екі түрлі болады. Оған дейін сіздің состояниеңіз тревожность, уайым, стресс болса, практикадан кейін кәдімгідей сіздің кеудеңізді қытықтаған қуаныш, болашаққа деген сенім, бұған дейін болашаққа деген қорқыныш болса, енді болашаққа деген бір вау деген вовлеченность, бір ғажап сезім келеді. Сол состояние сіздің өміріңізге өзгерістерді өзі шақырады. Өйткені кванттық әлемде біз хотим, не хотим, мы живем там. На самом деле біз бәрібір квантовый әлемде тұрмыз. Сіздің вибрацияңыз ауысады. Сіз низкая вибрацияда өмір сүрген болсаңыз, жаңағы техниканы жасағанда, сіздің вибрацияңыз жаңа вибрацияға ауысқан кезде, сіз сол дүниеге байланысты өміріңізге ғажаптарды шақыра бастайсыз. Қыздар, жігіттер, пожалуйста, мен айтқан дүниені қайтадан тыңдап өміріңізге жасаңызшы, сіз өзіңіз шок боласыз. Кәдімгідей өміріңізге сіз күтпеген тосын сыйлар, крошкалар келе бастайды. Өзіңіз мәссаған, мен осының бәріне лайықтым ба деп, кәдімгідей махаббаттан, благодарностьтан жылайтын боласыз. И менің бір күшті сөзім бар, реальность превосходит ожидание деген. Яғни сіздің өміріңізге кәдімгідей өзіңіз ожидать еткеннен де тосын сыйлар келе бастайды. Сіз менің өмірім, шын айтайын, мен қазіргі өміріме қараймын да, мәссаған, мен бұл өмірді мұншалықты өзгеретін білген жоқпын ғой деп ойладым да. Қазіргі менің бүкіл ішкі состояниеме, бақытыма, соның барлығы мен ішкі жұмысты жасауымның арқасында. Мен просто сыртқы өмірді қойып қойдым да, өзімнің ішкі әлемімді дұрыстамайынша, ішкі гармонияға, ішкі тыныштыққа, ішкі рахат сезімге келмейінше өмірім өзгермейтінін ұқтым. Сондықтан осы техниканы жасаңыздар. Қазір сіздерге керемет ұсынысым бар. Сіздер білесіздер, Мақпал Қаратайдың сабақтарының барлығы қымбат екенін, және мен осы квантовый скачок деген курсымды 377 000 теңгеге сатылымда сатқан болатынмын. Дәл қазір осы видеоны тыңдап отырған адамдарға ғажап ұсыныс айтпақшымын. Яғни квантовый скачок жасаудың небәрі 28 күннің ішінде, бұл ғылыми дәлелденген дата, менің айтып отқан датам емес, бұл Джо Диспензаның датасы. Яғни 28 күннің ішінде өміріңді өзгертетін квантовый скачоктың бүкіл құпиясын мен сіздерге небәрі 10 000 теңгеге квантовый скачок деген курсымда 3 күндік курс, 3 күн бойы мен сізге толық кәдімгідей түбегейлі баяндап айтып беретін боламын. Бүкіл ережесін. Ешқандай құпия қалдырмаймын. Және ол жерде сіздерге 3 күн бойы бірге медитация жасайтын боламыз. Кәдімгідей сол медитацияны моменте өміріңізге квантовый скачок жасайтын медитацияны жасаймыз. Сонымен қатар ол сабақты қатысқаннан кейін сіздер обязательно өмірлеріңіздегі өзгерістерді маған дайректке жазып бөлісуді ұмыт кетпеңіздер. Және айтқым келетін дүние, ол сабаққа қатысардың алдында міндетті түрде 1 сағат отырып өзіңіздің арманыңызды ойлаңыз. Өйткені біз особенно страх, жаңағы стресспен өмір сүретін өмірде өзімізді армандауды ұмытып кетеміз. Сіздер барлық өзіңіздің арманыңызға, жаным сол, сіз лайықтысыз. Дәл қазір сіздің қандай арманыңыз бар, сіз оған лайықтысыз. Біз просто өзіміздің программамыз арқылы, біз өзіміздің қорқынышымыз арқылы, ол қалаған өмірімізді өзіміз білместікпен, бессознательно кейінге шегеріп жүрміз. Енді менің небәрі 10 000 теңгеге, ойлаңызшы, бұрын 377 000 теңгеге сатылған сабақты мен 10 000 теңгеге 3 күн бойы сіздерге, қазақша айтқанда, миыңызды шегелеп тұрып, ашып тұрып, кәдімгідей, міне біріншісі, екіншісі, үшіншісі деп кәдімгідей сіздерге алгоритмнің ережесін түсіндіретін болам. Сол 10 000 теңгеге алу үшін қазір осы жерге мен WhatsApp нөмір қалдырам. Сол нөмірге сіздер шығыңыздар. Және сіздің миыңыз қазір айтуы мүмкін, ай, сосын оқимын, бір күні қарап алам, YouTube-тан қарап алам, оны өзіңіз білесіз. Өйткені сіз онда уақыт жоғалтасыз. Ал мен жоқ, уақыт жоғалтпай, мен қазір небәрі 5 күннің ішінде мына өмірден жаңа өмірге секіремді. С меня достаточно, шаршап кеттім мен қиындықтан. Я хочу новое состояние, я хочу бақытты болуға.
Я хочу өзімнің иммунитетімді көтеруге, кәдімгідей легкость хочу, наконец-то бір көлгім келеді, рахаттанып, наконец-то өміріме ғажайып шақырғым келеді десеңіздер, онда осы жерде WhatsApp нөмірі қалып тұр. Сонымен қатар астында, осы видеоның астында ссылка бар. Сол жерде де WhatsApp нөмір және Telegram канал бар. Сол жерге міндетті түрде тіркеліңіздер. Мен сіздерге өзімнің тарапымнан өте мықты сабақ болатындығына, ешқандай артық су болмайтындығына, және сіз мен айтылған дүниені бірге бір жасасаңыз, өміріңіз 100% өзгеретіне гарантия бере аламын. Просто мен айтқан дүниені бірге бір жасасаңыздар. Яғни не айттым, сол нәрсені жазып алып, ереже бойынша орындап шықсаңыздар, иә? Әзірге осы, дәл қазір мен айтылған түсінікті қайталап айтам. Бірінші, дыханияға назар аударамыз. Өзімізді осы шаққа оралтамыз. Квантовый скачок болу үшін сіз осы шақта өмір сүруіңізге тура келеді. Өйткені біз көп жағдайда миымызбен өткен шаққа, немесе болашақта қорқынышқа, өткен шақта өкінішімізге кетіп қала береміз. Как только сіз өзіңіздің дыханияңызға назар аудардыңыз, сіз осы шаққа оралдыңыз. Екінші, өзіңіздің дыханияңыздың, мен жүрек деген мына жақта емес, тура жүрек тұсында, жүрегіңізге кіріп, ауаның шыққанына назар аударасыз, яғни өзіңіздің жүрегіңізді тазартасыз, өзіңіздің жүрегіңіз спокойствияға, денеңізге бүйтіп айтсаңыз, вот тыныш, бәрі жақсы. Уайымдама, қорықпа, мен отырмын, мен бармын, Алла бар деп өзіңізді кәдімгідей спокойствияға алып келесіз. Үшінші, өзіңіздің өміріңізде қатты жақсы көретін адамды ойлаған кезде сіздің жүрегіңіз автоматты түрде шүпілдеп махаббатқа толады. Кәдімгідей жүрегіңізге шексіз қуаныш. Либо болмаса өміріңізде қатты қуанған сәтіңізді елестетсеңіз болады. Сол кезде сіз өзіңіздің тәніңізге қуанышты жіберіп жатсыз. Одан кейін көзімізді жұмамыз да, денемізді толық расслабить етеміз, босатамыз да, өзіміздің армандаған өміріміздің, қиялымыздың ортасына кіремізді, денемізбен толық сезінеміз. Кәдімгідей. Егер мен айтылған дүниелер ұғынықсыз болса, сіздер сезінуді, қалай сезінуді біле алмай жатқан болсаңыз, әрі қарай терең, толық меңгеріп, кәдімгідей квантовый скачоктың, оянудың, жалпы өміріңді өзгертудің нақты ережелерін білгіңіз келетін болса, бұл ғылыми дәлелденген факт, онда мен сізді квантовый скачок деген небәрі 10 мың теңгелік сабағымда күтемін. Әзірге осы, сау сәлематта болыңыздар.